Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге ECP ключті өзіңіз компьютермен немесе ноутбукпен қалай алу керек екенін толық айтып беретін боламын. Және ECP ключті қалай ары қарай созу керек екенін айтып беретін боламын. Видеоны аяғына дейін қараңыз. Так, бірінші біз Google-ға кіреміз. Кез келген браузерге кірсек болады. Сол жерден eGov-ті тереміз. Мысалы, eGov, мінеки egov.kz, электронное правительство Республики Казахстан. Осыны басамыз. Так, eGov ашылады бізде ECP ключ жоқ. Астына қарай түсеміз. Дәл осы главный страница ашылғаннан кейін астына қарай түсеміз. Астында осы жерде получение ECP удаленно деген бар, мінеки. Осыны басамыз. Сол кезде бізде осындай страница шығады, и заказать онлайн, услугу онлайн дегенді басамыз. Мінеки ашылды. Енді сіз ECP ключті кімге алайын деп жатырсыз? Өзіңізге алатын болсаңыз, онда физлицо деген таңдайсыз. Немесе өзіңізге, бірақ сіз ТО-ға алайын деп жатырсыз. Бірақ сол ТО-да сіз директорсыз. Онда сіз юридическое лицо дейсіз. Егер сіз, қараңыз, басқа біреудің атынан ECP ключ алайын деп жатсаңыз, онда сіз аламайсыз. Ол адамның өзі болу керек. Тоя, өйткені бұл жерде ID Digital деген бар программа. Сол ECP ключті алайын деп отқан адамның бет жүзін суретке түсіреді. Сөйтіп бет жүзі арқылы оны таниды. Одан кейін бар, оған ECP ключ беріледі. Сол үшін сіз басқа бір мамаңыздың, немесе туысқандарыңыздың, ол басқа жақта жүрсе де, сіз оған ECP ключ ала алмайсыз. ECP ключтің уақыты өтпесе ол кісінің, бірақ өтейін деп жатса скоро, уақыты өтпесе, вот сол кезде сіз оның ECP ключін ұзартып бере аласыз, уақытын ұзартып бере аласыз. Ол кезде суретке де түсірмейді, ешнәрсе алмайды. Өзі басқа жақта жүрсе де, сіз оның ECP ключімен оның уақытын созып бере аласыз. А егер сізде уақыт өтіп кеткен болса ECP ключін, онда сіз өзіңізге ECP ключті алуыңыз керек. Физлицо деген кәдімгі обычный адамдар, ал юрлицо деген ол ТО-лардың, немесе организация инвалидов, немесе акционерный обществолардың директорлеріне алынатын, немесе солардың жаңағыдай сотрудниктеріне алынатын ECP ключ. Енді біз физлицо деген таңдаймыз. Введите имя дейді, осы жерге имяді жазамыз. Өзіңіздің имяңізді жазасыз. Отправить запрос. Так, удостоверение личности и паспорт дейді. Өзіңізбен бірге дәл қазір не бар? Удостоверение бар ма? Удостоверение дегенді басамыз. И перейти получение ECP дейді. Осын басамыз. Енді мына жерге телефон номер жазамыз. Ол қандай номер? Қараңыз, телефон номер, бұл жерде сіз бұрын ECP ключіңіз болды ғой, дұрыс па? Сол ECP ключ бар кезде, сіз ECP ключті бұрын алатын кезде сіз қандай телефон номер бердіңіз? Сол соннан алдыңыз ба, білмеймін, или біреу алып берді ма, сол кезде қандай телефон номер айттыңыз? Сол номер осы eGov-тың базасына тіркелген, правительствоның базасына тіркелген. Сол телефон номерді айтуыңыз керек қазір. Мысалы үшін мен өзім телефон номерімді жазамын. И телефоныңызға осы кезде SMS келеді. Сол SMS-ті осы жерге жазу керек. 6 цифрлы SMS келеді. Так, телефонда SMS-тегі 6 цифрлы номерді, кодты енгізгеннен кейін бізде осылай камера ашылады. Яғни ноутбуктан, немесе компьютерден веб-камера болса сол қосылады, немесе ноутбуктың веб-камерасы қосылады. Сіздерді байқаңыздар, кейбір ноутбуктарда веб-камерасы ашылатын, жабылатын жер бар, соны ашып жауып қою керек. Енді осы жерде сіз өзіңіздің бетіңізді суретке түсіруіңіз керек. Жақында дейді, жақындайсыз, алыста деген кезде алыстайсыз. Разрешить дегенді бастым. Енді бізді келесі этапқа жібереді. Ол nclrpki.gov.kz деген сайт. Мінеки осындай сайт ашылады бізде.
осы сайтта мына жерде NCLR ECP ключті біз алатын жаңағыдай программа, мынау портал. Бұл порталда тек қана ECP ключті береді, одан кейін барып жаңағы NCLR программаларын береді. Мына галочка қоямыз, подтвердить дейміз. Выбрать хранилище и подать заявку дегенді басамыз. Персональный компьютер, место хранения, мына жерге место хранениесін жазамыз. Ол жаңа бір папка болуы мүмкін. Мысалға мына басамыз, рабочий стол. Мен мысалға мына жерге былай жазамын. Создать папку. ECP 2023. Сразу папкаге сразу 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ZZ деп паролін жазып кетуге болады. Түсінікті ғой, Так, выбрать папку. Все, сол папканы белгіледім, енді подтвердить. Енді астына қарай түсеміз. Загрузить сертификат деген басамыз. Енді мына жерге пароль ойлап табамыз. Жаңағы парольді жазамын мен. ZZ 1 2 3 4 5 6 ZZ. Екеуін қайталадым қазір мінекей. 1 2 3 4 5 6 ZZ. Мынанікі тоже 1 2 3 4 5 6 ZZ. Так, пароль цифрдан және буквадан тұру керек. Әріптен тұру керек. Яғни латын әріпінен тұру керек. Мысал үшін Z деген сияқты, A, Q деген сияқты сондай әріптерден тұру керек, одан кейін цифрдан тұру керек. Парольдің ұзақтығы 6 таңбадан болу керек. 6 таңба кем дегенде. Менікі қазір 8 болып тұр. Мына жерге парольді жазамын, одан кейін мына жерге соны жаңағыдай қайталап жазамын. Подтвердить деймін. Пароль должен быть как минимум 6 символов дейді. Заглавную букву строчную. Қазір өзгертіп жіберді, қараңыз. Заглавную букву дейді. Один строчную букву дейді. Только латинская буква 1 цифр дейді. Хотя может содержаться специальный символ дейді. Хорошо. Окей дейміз. Енді мынау парольді мен қазір өзгертем қайттан. Мысалға үлкен Z, кішкентай Z 1 2 3 4 5 6. Одан кейін плюс деймін. Бір символ болу керек дейді. Үлкен Z, кішкентай Z 1 2 3 4 5 6 плюс деймін. Мінекей бұлай көрінді менікі. Енді подтвердить деймін. Сертификат успешно установлен и ключ ECP готов к использованию дейді. Қазір өзгертіп жіберді, бұрын олай емес еді. Мінекей достар, дәл осылай ECP ключті аламыз. Енді қараңыз, осы ECP ключті уақыты өтпей тұрып, қалай оны ары қарай создыра аламыз. Мысал үшін сіздің ECP ключіңіздің уақытын өтпеген сіз қайдан білесіз? Мысалға сізге SMS келеді, сіздің ECP ключіңіздің уақытысы мынандай уақытта өтейін деп жатыр деп. Вот сол кезде сіз осы сайтқа кіресіз, мінекей мынау pki.gov.kz деген сайтқа кіресіз. Личный кабинет, войти личный кабинет, войти. Мына жерде подтверждаю, выбрать ключ ECP. Мына жердің папканы таңдаймыз, персональный компьютер, рабочий стол. Мен жаңағы өзімнің ECP ключін тауып аламын осы жерден. Так, мінекей таптым. Мына осының ішінде менде ECP ключ тұр. Мына ECP ключ out және ERSA деп басталады. Out деген ол всегда кіру. Мысал үшін бір сайтқа мен қазір кірейін деп жатсам, соған кіретін сертификат бұл. Ал мынау ERSA деген бұл подпись жасау үшін, яғни қол қою үшін. Мысал үшін договорға қол қою, бірдеңкеге қол қою, заявление жазатын болсаңыз, заявка жіберетін болсаңыз, вот сондай нәрселерге қол қоятын бұл ERSA деп аталады. IP-ларда да осы не болады. IP-лардың өзінің отдельный ключі болмайды, осы IP-ның иесінің өзінің ключі осы сол IP-ның ключі болып есептенеді. Ал тоолардың ключі, оларда out және ghost болады. Ghost деген оларда подпись, для подписи, а out деген оларда для входа. Түсінікті ғой?
қазір мен аут таңдаймын, открыть. Мына жерге пароль жазам. Пароль менде үлкен Z, кішкентай Z, 1, 2, 4, 5, 6 плюс. Открыть деймін. Все, бары басылған, подписать деймін. Мінекей, мен дәл қазір өзімнің личный кабинетіме кірдім. Мои ключи ЭЦП дейді. Көрдіңіз бе? Перевыпуск ключ ЭЦП дегенді бассаңыз, өзіңіздің дәл осы ЭЦП ключіңізді қайтадан новыйдан шығарып аласыз. Түсінікті ғой? Отзыв дейді, заявка на получение ЭЦП ключ, список ключей дейді. Мінекей, міне достар, дәл осылай ЭЦП ключіңізді алсаңыз болады. Егер осы видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, және астына комментарийға өзіңіздің сұрақтарыңызды жазып кетіңіз. Тағы да қандай видео түсіргенді қалайсыздар?